1951 жылы Мұхтар Әуезов, Ахмет Жұбанов сияқты тұлғаларға ұлтшыл деген айып тағылып, Қаныш Сәтпаевқа оларды жұмыстан шығару жайлы бұйрық түсті. Бұған академиктің жауабы қысқа болды: мен басқарып тұрғанда маған сеніп тапсырған ғылыми мекемелерде негізсіз тазалау жұмыстарын жүргізуге келісім бермеймін. Менің жауабым осы. Сол жылы Қаныш Сәтпаевтың өзі сынға ұшырайды. Партияға кірер кезде тегін жасырады. Ұлтшылдарға қамқорлық танытты және жас кезінде алашшыл болған деген айыппен 23 қараша күні Ғылым академиясының бірінші президенті қызметінен босатылды. Қазақтың біртуар ұлы, Республика Ғылым академиясының президенті Қаныш Сәтпаев жоғарғы кеңестің депутаттығына кандидат болып ұсынылыпты. Кандидатқа сайлау алдында округтегі сайлаушылармен кездесу болатыны белгілі. Сонда кезекті кездесу Қазақстан Жазушылар одағының мәжіліс залында өтсе керек. Кезегі келіп сөйлеген бір сайлаушы мінбеге көтеріліп Қанекеңді мақтай жөнеліпті. Оны бір жазушымен шатастырды ма, әлде Жазушылар одағында бас қосқандықтан кандидатты жазушы деп ойлап қалған ба байғұс? Біз Қанекеңді өте жақсы білеміз. Ол өз шығармаларында, романдары мен повестерінде ылғи еңбек адамдарын, қарапайым жандарды бейнелейді, ғалымдардың образында сомдайды деп бөлсе керек. Жиналыс төрінде Қанекеңнің қасында отырған бір белгілі жазушы: Қанеке, ұят болды-ау деп оның құлағына сыбырлапты. Ештеңе етпес, жамандап жатқан жоқ қой, айта берсін деген екен. Сонда академик сабыр сақтап: бірде Қаныш Мәскеуден келген тапсырма бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлықтары картасын жасайды. Алайда ол картада бірнеше кен орнын көрсетпей кетеді. Онысын, ол жерде рудалар тым терең орналасқан, көп қаржы мен техника қажет етеді деп, сондықтан оларды енгізу әлі ерте деп түсіндірген екен. Ал өзінің сыр ашпайтын достары Мұхтар мен Әлкей Марғұланға әдейі жасырдым, кейінгі ұрпаққа да байлық керек болар деген екен. 1947 жылы Қаныш Сәтпаев КСРО жоғарғы кеңесінің делегациясымен Ұлыбританияға барады. Сапарда жүрген ғалым Британ музейін, әсіресе ондағы минералдар коллекциясын тамашалағысы келеді. Музейде экскурсия өткізіп жүрген адам оған әр экспонат жайлы айтып келе жатқанда, бір минералдан көзін алмаған Қаныш Сәтпаев мүмкін емес деп басын шайқапты. Ол экспонаттың жазбасында Трансваальден әкелінген мыс делінген екен. Жоқ, бұл қазақ даласының холькозины ғой деген ғалымға гид: біздің музейде ондай қателік кетуі мүмкін емес деп жауап береді. Оған Қаныш: мен мұны сізге геология ғылымдарының докторы ретінде айтып тұрмын, экспонат жазбаларының дұрыстығын тексеріңдер деген көрінеді. Кейін музей қызметкерлерінің қателік жібергені анықталады. Сол кезде Қаныш Сәтпаев кеңес парламенттік тобының мүшесі ретінде Уинстон Черчилльмен кездесуге келген еді. Сонда Черчилль одан басының көлемін сұраған екен. Сэр, егер сіз қалпағымызды ауыстырайық десеңіз, қуана келсем, дейді ғалым. Онысына Черчилль: жоқ, сіз мені дұрыс түсінбеген екенсіз. Бізде қалпақ ауыстыру жаман ырым. Мен тек сіздің халқыңыздың өкілдері де сіз сияқты үлкен бе деп сұрағым келген еді деп жауап береді. Сонда Қаныш Сәтпаев: менің халқым менен де үлкен деген екен. Қайрат Байбосынов Бүркітбай әнін өзінің ұстазы Жүсіпбек Елебековтен үйренгенін айтады. Ал Жүсіпбек бұл әнді алғаш Қаныш Сәтпаевтың орындауында естіген екен. Қаныш домбырада жақсы ойнап қана қоймай, көптеген ескі әндердің тарихын жақсы білген дейді.